Bozungen. Bұрынғы заманда Бағланбай деген кісінің Бозынген деген бір жақсы түйесі болған екен. Бозынген өмірінде боталамаған екен. Бір күні Бағланбай ауылының адамдарына: менің жақсы көретін Бозынгенім боталамады, бұған не ақыл бересіңдер депті. Бұған жиналған жұрттың бірде-біреуі ақыл бере алмапты. Сонда босағада тұрған бір жетім бала былай депті: айналайын ағайлар, мендей жетім балалар босағадан сығалар. Ақсақалдар қақпасаң, мен бір сөзді айтайын, құлақ салып тыңдасаң, ашу жанжал қылмасаң, тойыңды жеп қайтамын. Бозынгенді алдырсаң, үстіне кілем салдырсаң, жібектен бұйда тақтырсаң, шытырма қазық қақтырсаң, Бозынген бота туады, мәпелеп шал мен кемпірге, әлпештеп оны бақтырсаң. Баланың сөзін мақұлдап, Бозынгенді алдырып, қалы кілем жаптырды, жібек бұйда тақтырды, шытырма қазық қақтырды, мәпелеп бота табар деп, кемпір шалға бақтырды. Жыл мүшелі болып, Бозынген қайып туатын мезгілі жетіпті. Бір күні басы алтын, бөксесі күміс бота туады. Бағып жүрген кемпір шал қуанып, Бағланбайдан түйінші сұрайық деп бара жатса, ауылындағы қу саудагерлер кемпір шалдан: қайда барасыңдар деп сұрайды. Сонда кемпір шал: барып, Бағланбайдан түйінші аламыз, інгені басы алтын, бөксесі күміс бота тапты дейді. Сонда аналар: сендер өздерің ғана барып, сүйінші алғандарыңмен бастарыңа ми шықпайды, онан да қызығын барлығымыз бірдей көрейік. Інгенді сатып, пұлын бөліп аламыз. Ботасын 7 қабат темірге кіргізіп сақтап өскен соң, онда сатамыз дейді. Кемпір шал көнбейді. Онан соң аналар кемпір мен шалды өлтірмекші болады. Сосын кемпір шал қорыққаннан лашсыз үнет. Бозынгенді базарға апарып сатады. Бір керуеншілер үйін жетелеп алып кетеді. Сонда Бозынгеннің керуеншілерге ботасын сағынып боздап зарлап айтқаны: жаралғаннан жасымнан күйіп жанып сабылдым, тартып шеру бал үшін үстіме кілем жамылдым, кекілімді үкіліп жібектен бұйда тағындым, бота үшін толғанып әр нәрсеге жалындым, ақырында аңырап базар түсіп сатылдым, жас ботамнан айырылып бұлай болар не қылдым, мына жалған дүниеде көрер күнім болар ма, мен ботамды сағындым, неше күндер жол бастым, көзімнен жасты ағызып, емшектің сүтін тамызып, өлгенді көрген ботамды емізбедім жағызып, боташымнан айырылып, ішім оттай күйеді, күйем босап сағынып, ұла бойым еді. Кеш болған соң керуеншілер бір жерге қонады. Бозынген арман дертешіне толып, әуедегі ұшқан құстардан ботасын сұрап зарлағаны: қалықтаған аспанда ителгіменен сұңқарсың, ертеменен жем алсаң, сәскеде барып ұшарсың. Аспанда ұшып келдің бе, ел ішінде қайғырған, енесінен айырылған, зарлап боздап қайғырған, жетім бота көрдің бе? Қандай бота дедің бе? Аспанда ұшып айналған, түлкі көрсе сайланған, түлкісін иесі байланған, қарала барышын бүркітім. Аспанда ұшып келдің бе, ел ішінде боздаған, ішкі дертін қозғаған, базарға сатып қоймаған, еркіменен тоймаған, жетім бота көрдің бе? Неткен бота дедің бе? Шарықтаған, күшіген, аспанды кезген, жүрісің, тамам құстың зорысың, ел ішінде боздаған, ішкі дертін қозғаған, жетім бота көрдің бе? Күндіз ұшпай түнді ұшқан, көбелекпен бірге ұшқан,
Көзі қызыл үкісің, түндерде ұшып келдің бе, енесінен айрылған, ақ құдай мойны қайрылған, күндіз түні зарлаған, көзінен жасы парлаған, жетім бота көрдің бе, неткен бота дедің бе. Омырау жасқа малынып, көрінген құсқа жалынып, ботасына зар күйін, қайнаған іште бар күйін, жеткіз деп жылап таптырды, кемпір мен шалдың үйіне. Ұшқан құста аяды, мойындары иле, тау мен таста күңіренді, Бозінгеннің күйіне. Бозінген сөйтіп зарлап, көрінген құстан сұрай беріпті. Біреуінен жауап ала алмапты. Содан кейін Бозінген ботасын өлген екен деп зарлайды. Мен ботамнан айрылғам, қарайлап мойны қайрылған, сағынып зарлап егілген, көзімнен жасым төгілген. Не жазығым бар еді, екі көзді сел алып, жылай-жылай шел алып, тілек тілеп зарласам, тілегімді берер ме? Бота қаным келер ме? Осын айтып боздап кете береді. Керуеншілер бір жерге малдарын тынықтырып, тойындырмаққа тоқтайды, 5-6 күн еру болып жатады. Бағланбайдың 2 ұлы бар еді. Бұлар мал сатып, базардан қайтып келе жатады да, боздаған Бозінгеннің дауысын естіп таниды. Сонда бұлар, бұл қайдан жүр? Әлде керуенге еріп кетті ме деп, екеуі қоржындарын жолдастарына беріп, інгенді іздеп кетеді. Бұлар талай малды аралап жүріп, ақырында Бозінгенді табады. Түйені ұстап алып жүре берейік деп ойлайды да, қой, мұнымыз ұят болар. Жайын сұрайық деп керуеншілерге келеді де, жай жапсарын айтады. Ассалаумағалейкум. Қонып жатқан керуендер, алтын күміс артынып, ай түбіне бардыңыз, айға сұрау салдыңыз. Бағланбайдың Бозінгенін қайдан сатып алдыңыз? Алтын күміс артты екен, ай қызарып батты екен. Бағланбайдың інгенін қандай адам сатты екен? Ай жарықтық Бозінген қандай бота тапты екен? Анасынан айырылып, адасқан құдай қайырылып, ботақаны еңіреп, қайтып тірі жатты екен. Бағланбай деген адамның Бозінгені бар еді, бір ботаға зар еді. Оймалы шай кілемді оңдап солдап жаптырған, жібектен бұйда тақтырған, шытырма қазық қақтырған, Бозінген бота табар деп кемпір шалға бақтырған. Бағланбайдың інгенін қандай адам саттырған? Аттың басын бұрам ба, кешке дейін тұрам ба? Мінген атым қарагер, ертерек бізге жауап бер. Сөзімді қабыл алыңыз, бұл сөзіме наныңыз. Артынан хабар алайын, 7 күн тоқтам беріңіз. Елге қарай шабайық, сатқанды іздеп табайық. Пұлыңды алып берейік, інгенді алып қалайық. Бұған керуен бас айтады. Біз талай үлкен қалаларға бардық. Қайтуға жақындағанда бір қалада біреу әкеп сатты. 60 тілді беріп алдық. Ондай ботасы болса, обалына қалмайық. 10 күн тоқтап жатамыз. Пұлын әкеп беріп алып қалыңыз. 10 күннен кешіккеңіз кетіп қаламыз. Онда қалғаныңыз. Екі жігіт сыдыртып отырып 5 күнде кемпір шалдың үйіне келеді. Олардың келе жатқанын көріп, кемпір шал жасырынып қалады. Жігіттер ауылға келіп, мінген атым қарагер, келген жерім талай жер, Бозінгенді сұраймыз, кемпір шал шығып жауап бер. Кемпір шал шықпайды. Екі қыз бала шығып жігіттерге жауап береді. Адырға шыққан бадалма, мал жаныңыз аман ба? Сіздер сұрап тұрғанда айтпай тұрар заман ба? Айналайын ағалар басқа түссе, әл қанша ай төбеде толыпты, жыл мүшелі болыпты.
botalar uağı jetip de, bozungeni kurusun, boşalap kaşıp ketip de, kempir şal izdep ketip de, tigizip jerge tabandı, kempirmen şal bar meken, tiri görür bolar mı? Eki jigit oylaydı. Eşkim satmagan eken, özü boşalap ketken eken, kervençiler bizde aldagan eken. Endi biz bargança, kervenler köşüp ketedi. Biz jetelmeydin bolduk dep, hapalanıp durat. Sol mezgilde, bozungeninin botası, emizi kemetin uaqtı bolup bozdaydı. Botanın davusunu estip eki kızga jigitlerдің aytkanı. Enesinden ayırılıp, jas botanı kıldың zar, eki jerde zarlatkan, kempirmen şaldың peyli tar. Estiledi zarlı ün, küngürengen jetim bota var, jetim bota tireken, kuangan jürek jarlar. Bunu estip, kempir şal özdörü şıgat da eki jigitke şalınıp, ayыбымызды кешкін деп бар шынын айтады. Жігіттер мән жайға түсініп, кемпір шалдың айыбын кешеді. Жігіттер 60 тілден алып, күн түн қатып, сыдыртып барса, керуеншілер көшуге қамданып жатыр екен. Ділдәсін беріп, үйені алып келе жатқанда, ботам, өліме, тіріме деп бозынгеннің дарылағаны. Орындалды тілегім, қуанып келет жүрегім, мен ботамнан айырылып, еңіреп боздап келемін, аман есен бар мекен, ботамды көріп аналық, жарлар мекен жүрегім, жолға түсіп желемін, керуеннің жолынан аман қайтып келемін, өлерді көрген ботамды қайткенде тірі көремін. Керуені құрысын, ауыр жүкті көп артып, жауыр қылды арқамды, қуанғаннан ботама жыламай қайтып шыдайын, тірі көрер мекенмін боташымды қалқамды. Түзелді бүгін жүрісім, егілді жұмсап кірісім, өмір сенен тілегім, көрсетпе ботам терісін. Қоқтыға біткен шайырды, қойшылар қойын қайырды, өлерді көрген ботамнан аямас ұлар айырды. Боташымнан айырылып, артыма жылап қайырылып, жат қолында қаңғырдым, еңіреп зарлап күйемін, жер менен көк жаңғырды, түймеген жаным залымды, естірді мұңды зарымды. Бозынген, зар күйін күңірентіп желе берді, ауылға таянып, ботаның қарасын көргенде, ұла бойы иіп, үйенің жүйесі босап, жылағаны. Менің көріп ботамды, емізер күнім болар ма, жар жағалап жапырақ. Жегізер күнім болар ма, айналайын жан ботам, толған айдай толар ма, кекіре біткен көк ойға. Өлбетер күнім болар ма, сарымсақты саройға, ойнатар күнім болар ма. Бауырымдағы қар емшек емізер күнім болар ма, айналайын жан ботам, басыңа бақыт қонар ма, көңге біткен көк шалғын тартып шашар болар ма, көнектей толған қар емшек емізер күнім болар мекен, айналайын жан ботам, немене болып қалды екен, жібектей бұйда мұрнымда, жуалтар күнім бар мекен, Бағланбайдың бозынгені алтын бота тапты деп қуантар күнім бар мекен. Жібектен бұйда мұрнымда түйілтер күнім бар мекен. Бағланбайдың інгені күміс бота тапты деп сүйінтер күнім бар мекен. Мен ботамды ерітіп, тел қозыдай телшітіп, Бағланбайдың үйіне барар күнім бар мекен. Айналайын боташым, немене болып қалды екен, түйаунаған шаңдаққа аунатар күнім бар мекен. Түйішінде секіртіп, ойнатар күнім бар мекен. Ұйықтап жатқан жерінде, қабырғадан тістелеп, қақ төсінен искелеп, оятар күнім бар мекен. Боздаған бозынген, ботасына келіп босылып, мауқын басады.